Сәлем барлықтарыңызға. Біз бүгін осындай пайдалы, тез жасалатын салат жасаймыз. Асылған қызылшамызға тұздалған капустамызды қосамыз. Тұздалған қиярымызды қосамыз. Асылған картошкамызды қосамыз. Және сұйық майымызды қосамыз. Барлығын жақсылап тұрып араластырамыз. Қызылшамызды, картошкамызды және тұздалған қиярымызды кубиктеп турадық майдалап. Бұл жерде қызылшаны теркадан өткізсеңіздер де болады. Және де жақсылап араластырып болғаннан кейін дәміне қарай тұзымызбен бұрышымызды қосамыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Біздің салатымыз дайын. Көргендеріңіздей оңай әрі тез дайындалды және үйде бар оңай табылатын заттардан жасадық. Салатты қонаққа берсеңіз де болады, отбасыңызбен жесеңіздер де болады. Егер видео сіздерге ұнаса, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Менімен болғандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.